Дәуіт алейхиссаламның 30 ұлы бар еді. Бұлай жүрген кезде қоғамда 30 ұлын бәрін ертіп жүрген кезде елдің бәрі қызығып қарайтын сол кісіге. Не деген бақытты әке деп. Алла тағала сол бір айдың ішінде 30 ұлын бәрін алып қойды. Дәуіт алейхиссалам сабыр етті. Жүрек езіледі деді Расулаллах, көзден жас шығады, бірақ әдепсіздік сөз айтпаңдар деген да. Дәуіт алейхиссалам не деп айтты? Алла, ол балалар менде жоқ еді. Сен бердің маған сол балаларды, ол балаларды сен қайтадан алып кеттің. Мүлік сенікі деді. Дәуіт алейхиссалам Алланы ұлықтап, сабыр етті. Сол 30 ұлдың орнына оған Алла тағала Сүлейменді берді. Ол Сүлеймен жай бала болып келген жоқ, ол пайғамбар болып келді. Сүлеймен алейхиссалам болып келді ол. Алдындағы бірақ 30 балалар пайғамбар емес еді ешқайсысы. Бала, бірақ не емес? Алланың таңдаған пайғамбары емес еді ешқайсысы. Ол сабыр етті, сол 30 ұлынан да озат қылып оған бір бала берді. Әлемде қазір 100-дің үстінде мемлекеттер бар, демек 100-дің үстінде патшалар бар деген сөз. Сүлеймен алейхиссалам өз заманында бірақ патша болды. Бүткіл әлемнің бірақ президенті бар еді, ол кім еді? Ол Сүлеймен алейхиссалам еді. Сүлеймен алейхиссаламға берілген патшалық әлі ешкімге берілген жоқ. Сүлеймен алейхиссаламға берілген байлық әлі ешкімге берілген жоқ. Өзінің шөтіндағы ана қазыналарын, кілтін өзін 60 шақты адам көтеріп жүретін дейді ана кольцоны. Енді ойлаңыз, 60 адам көтеретін кілт сондай болса, олар ашқан ар жақтағы қазынаның бөлмеде не деген дүние бар ол кісіде. Сүлеймен алейхиссаламға берілген білім, ғылым әлі ешкімге берілген жоқ. Сүлеймен алейхиссалам адамдар былай тұрсын, жәндіктердің тілін білетін ол кісі. Құранда Алла тағала соны айтады. Әскерімен келетқан кезде бір құмырсқа шығып алып айқайлап жатыр. Ей құмырсқалар, індеріңе кіріңдер, Сүлеймен келе жатыр әскерімен. Аттарымен сендерді қазір не істеп кетеді деді? Мыжып кетеді деген жоқ, сындырып кетеді деді. Дәл осы аятты мына европалық бір атеист мұсылмандарға жала жапты. Мынау сөз деді, адамның логикасынан келмейді деді. Сендердің құдайларың ол жерде былай деп айту керек еді деді. Анау Сүлейменнің атты әскерлері аттың тұяқтарымен сендер не деп айту керек еді? Мыжып кетеді деп айту керек еді. Ол жерде не айтылып тұр? Сындырып кетеді деп айтты. Мұны адамның логикасынан келмейді мына сөз. Дұрыс емес деді. Соны мына 20 ғасырдан бері қарай көрсетіп берді мұсылман ғұламалары. Құмырсқа шыныдан тұрады екен. Құмырсқаның сыртында шыны болады екен. Шыны бірінші сынады екен, ішіндегі ана еті мыжыл болып қалады екен ғой. Алла тағала демек ішіндегі етті айтпайды, сыртындағысын айтты. Ол заманда қазіргідей мынандай ғылым дамымаған, адамдар оған миы жетпейді. Жаңағыдай не? Ой, мынау дұрыс емес қой деп Құранға әңгіме айтқан еді. Дәлелденді, құмырсқа неден тұрады екен? Шыныдан тұрады екен.